Сәлем балақай. Каналда көргеніме өте қуаныштымын. Бүгін біздер математика пәнінен 69-шы сабақ есептер шығару деген тақырыпта берілген тапсырманы орындайтын боламыз. Бірінші есеп. Мұқият оқимыз. Есеп құрастырып, оны шығар. Былай баста. Тұрақта 10 велосипед тұрды. Балалар серуендеу үшін белгісі велосипедті алып кетті. Кәне, бұл жерде берілген қысқаша жазылуын толтырайық. Болды. 10 велосипед алып кетті. Міне, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 велосипедті алып кетті. Енді қалды белгісіз велосипед. Оны табу үшін біздер барлығы болған велосипед санынан оқушылардың алып кеткен велосипед санын азайтамыз. 10 азайтылған 4 тең болады 6-ға. Жауабы 6 велосипед қалды. Келесі оның астында тұрған сызбаны толтырайық. Бұл жерде белгісіз, қалғаны. Ал алып кеткені бұл 4-еу. Барлығы басында 10 велосипед болды. Біздер бұны азайту арқылы таптық, сонда бұл жерде 6 болды. Бұл жерде барлығы 10 велосипед болды. Оның 4-еуін алып кетті. Қалды 6-ы. Келесі тапсырма. Есептерді шығар. Бала дене шынықтыру сабағының мұғалімімен бірге велосипедпен саяхатқа шықты. Олардың 5-еуі қыз және 4-еуі ұл. Барлығы неше бала саяхатқа шықты? Қане. Біздер бұл жерде қысқаша жазуын қыз. Қыз баланың саны нешеу? Қыз баланың саны 5-еу. 5. Ұл бала. Бұл жерде 4-еу. Барлығы. Барлығы белгісіз. Енді есептің шешуін табайық. Біздер барлығын білу үшін, қанша оқушы саяхатқа шыққандығын білу үшін, ұлдар мен қыздардың санын бір-біріне қосамыз. Сонда 5 қосылған 4 тең болады 9-ға. Енді жауабын жазайық. Жауабы 9 бала саяхатқа шықты. Келесі. Саяхатқа 9 бала шықты. Белгіленген орынға бірінші болып 6 бала жетті. Жолда әлі неше бала бар? Бұл жерге барлығы 9 бала. Так, жетті. 6 бала. Жолда белгісіз.
шешуін табу үшін біздер мына шыққан барлық оқушы санынан жеткен оқушылардың санын азайтамыз. Сонда 9 азайту 6 тең болады 3-ке. Жауабына жазамыз. Жолда 3 бала. Келесі тапсырма. Есепте досыңнан тексеруін сұра. Қане 60 қосылған 30 90, 60 қосылған 20 80, 40 азайтылған 20 20-ға тең. Келесі 70 қосылған 20 90, 80 қосылған 10 90, 40 қосылған 20 60-қа тең. Келесі 60 азайтылған 40 тең 20-ға. 70 азайтылған 20 тең 50, 50 қосылған 30 тең 80-ге. 100 азайтылған 10 тең 90, 100 азайтылған 40 тең 60, 100 азайтылған 100 тең 0-ге. Келесі сиқырлы сандарды тап. Бұл жерде 3 бірдей сан, велосипедтің үшеуі де бірдей, сондықтан бұл жердегі сандар бірдей. Қандай 3 санды бір-біріне қосқанда, 3 бірдей санды бір-біріне қосқанда 90 шығады. Бұл жерде әрбір велосипед 30 деген сан жазылып тұр. 30-ды өз-өзіне 3 рет қосатын болсақ 90 шығады. Бұл велосипедте жазылып тұрған сан 30. Келесі бұл 30 деген сан болатын болса, бұл жердегі санды табу үшін 50-ден 30-ды азайтамыз. Сонда 20. Бұл велосипедте жазылып тұрған сан 20. Келесі бұл 20 болатын болса, бұл велосипед белгісіз, мынау 20 болатын болса, 20-ға 20-ны қосамыз. 40, 80-нен 40-ды азайтамыз. Сонда мына велосипедтегі сан шығады. Бұл велосипедтегі сан 40. Жақсы балақай, бүгінгі тапсырмаларды аяқтадық. Келесі сабақта кездескенше.